Саламатсыздар ма? Каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп лайк басып қолдау білдіріп кетейік. Балаға ит көйлек кигізу. Дүние есігін ашқан сәбиге ең алғаш тігісін сыртына қаратып, киім тігіп кигізеді. Бұл киімнің атын ит көйлек немесе ит жейде деп атаған. Киімнің бұлай аталуы жайында мынадай қызық аңыз бар. Тәңірі тағала адамның мүсінін жасағанда, оның кіндігінен алынған бір шөкім балшықтан итті жаратады. Иттің үнемі адамнан айырылмай қайда барса да, иесінің мал-мүлкін қорып, адамға серік болып жүретін себебі сол екен. Кіндік балшығынан жаралған соң, алғашында оның терісі түксіз, жалаңаш болыпты. Адам ата жаралған соң, оны 40 күн, 40 түн ит күзетіпті. Ібіліс адамға жақын келіп, Алла сені несіне жаратқан? Түрің құрысын, деп адамның бетіне түкіріп жібереді. Сол сәтте ит адамды қорғап, ібіліске тап береді.